достар, мен қазір тәттіме сөйлесіп жатырмын. В 19 веке в Англии богатые нанимали каких-то людей, которые выглядели что-то как неопрятно, обросшие. Мне ол жазды. Мен оны қазақша GPS түсінік деп қойған болатынмын. Мен сендерге нөмірін жібере аламын. Мама врач, педиатр в спортивном диспансере. Ой, боже. Мамочка, привет. Осындай қазақ алфавитпен сөйлесу керек. И здоровья тебе большого. И всем, конечно, всем присутствующим. И всем Міне ештеңе өзің деп жазыпты. Мен оны күліп смайлик жіберіпті. Не ол бүйтеді, неге күлесің? Жарайды, мен берейін жазғандарыңызды сілемін. Білмем. Сәлем Хабки, сәлем. Не істеп отырсың? Ештеңе өзің. Мен сол жатырмын, сен де ма? Күлген смайлик. Неге күлесің? Жай кешір. Менің қолым тимейді. Сөйлесуге уақытым жоқ. Кешір. Дейді, енді мен не олдай сау бол деп маған жазыпты. Жарайды достар, енді мен қазір веганмын. Міне достар. Міне. Маған сен кімсің дейді. Мен сендерді көретін адаммын. Атым Рой. Сәлем достар, мен оған қазақша жазсам бола ма деп сұрайын деп жатырмын. Қазақстан дейміз.
қазақша жазсам болады ма? Не окей дейді. Енді соған қазақша жазатын боламыз. Тұрсын. Жаныңда кім бар? Міне достар, мен басынан аяғынан бастап оқып шығатын боламын. Бір жаңа сөйлесіп алдық. Сәлем Бейхан, қалайсың? Сен кімсің? Мен сендерді көретін адаммын. Атым Ару. Ғажап, не болды? Ештеңе. Қазақша жазсам болады ма? Жарайды, яғни окей. Не істеп отырсың? Жаныңда кім бар? Ешкім, не болды ма? Қазақша әрең жазып отырмын. Неге жарайды? Қайта жақсы болады. Сөйтіп үйрене берсей жарайды. Ғажап. Сау бол, мен Хабкемен тамақ жасап жатырмын. Болды, уже ішіп отырмыз. Сау бол, Хабкеге сәлем айтып жатыр. Сәлем айт Хабкеге, иә. Енді қазір Хабке екеуміз бағана сөйлестік, соны еттік. Жарайды, енді сау болыңыздар достар. Тағы да сөйлескенімізді түсіретін боламын.